Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін сметаниктің жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Жасалу жолы оп-оңай, дәмі өте керемет, әрі жұмсақ болып піседі. Егер де видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Біз пирогымыздың ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен ұнымызды жақсылап өткізіп аламыз. Осының үстіне бір шай кесе қантымызды, бір шай қасық разрыхлитель тестаны, яғни қопсытқышты салып араластырамыз. Оның үстіне сары майды қосамыз. Мен тоңазытқыштан алған күйде салдым, яғни қатты күйде болу керек. Содан кейін қолымызбен жақсылап екеуін араластырамыз. Сол кезде бізде ұнтақ сияқты болып қамырымыз шығады. Мінекей осындай видеодағыдай болу қажет. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап тағы да қамыр етіп илейміз. Яғни қамырымыздың басын біріктіреміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Оны ыдысымызға салып, шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. Ал оған дейін біздің салмамызды, яғни начинкамызды дайындайтын боламыз. Начинкамыз дайындау үшін бізге бір шай кесе қант қажет. Оның үстіне бір немесе 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне шамамен 400-500 грамдай болатын қаймағымызды саламыз. Менде қаймақ 20%. Қаймақты салғаннан кейін көп араластырудың қажеті жоқ. Барлығы бір-бірімен жақсылап араласып жеткілікті. Ал енді біздің формамызды аламыз. Ішін сұйық маймен майлап алып, біздің қамырымызды орналастырамыз. Әуелі мен осылай жиегіне орналастырып шығамын. Одан кейін қалғанын осылай ортасына орналастырып шығамын. Одан кейін біздің дайын тұрған салмамызды осы қамырымыздың ішіне құйып, алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 150-180 градуста 30-35 минут, 40 минут немесе пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан уақыты да, градусы да әртүрлі болады. Мінекей біздің сметаник пісіп шықты, беті кішкене осылай сарғайды, яғни өте жақсы пісті деген сөз. Сіздерге де дәл осы сметаникті жасауға кеңес беремін, себебі дәмі өте керемет, әрі өзі жұп-жұмсақ болып шықты. Отбасыларыңызға ұсынсаңыздар 100% ұнайтынына мен сенімдімін. Және де айта кететінім, менің каналымда сообщество бөлімінде мен көптеген сауалнамалар жүргізіп жатырмын. Соған жауап бере кетіңіздер, және де видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.